Екінші сүре Бақара. Рахман әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Алиф, ләм, мим. Міне, мұғжиза кітап, онда яғни оның көктен түскен илляхи кітап екендігінде еш күмән жоқ. Ол Аллаға толық бойұсынған, күнә атаулыдан барынша сақтанатын тақуа жандарды тура жолға бастаушы. Міне, солар ғайыпқа, яғни сезім мүшелерімен сезіліп білінбейтін тылсым әлемге кәміл сенеді, намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытылы оқиды. Және біз өздеріне ризық етіп берген мал-мүлік, күш-қуат, ақыл-парасат, білім, тағы сол сияқты нығметтерден Алла разылығы үшін міндет етпей игі мақсатта жұмсайды. Уа Мұхаммед, сондай-ақ олар саған түскен Құранға және өзінен бұрын түскен иләхи кітаптар мен парақтарға да иман келтіреді. Ақыретке де дәл солай кәміл сенеді. Міне солар Раббыларынан келген нағыз тура жолда, әрі олар мәңгілік азаптан құтылып, ең үлкен жетістікке, мақсат мұраттарына жеткендер. Ал күпірлікте қасарысқандар болса, әлбетте сен оларға күндіз-түні ескертудесің. Алайда оларға ескерттің не, ескертпедің не, бәрібір. Олар иман келтірмейді. Алла олардың жүрегін мөрлеп тастаған, құлақтарында, ал көздерінде перде бар, және оларға о дүниеде де бітпейтін зор азап бар. Адамдар арасында жүрекпен сенбесе де, құр тілімен біз Аллаға және ақырет күніне иман келтірдік дейтіндер бар. Бірақ олар шынайы мүмін емес. Олар өздерінше Алланы және иман келтіргендерді алдағысы келеді. Бірақ түбінде өз-өздерін ғана алдайды, һәм соның парқына да бармайды. Жүректерінде олардың түбіне жетпей қоймайтын рухани дерт бар. Алла олардың дертіне дерт қосуда. Үнемі өтірік айтатындықтан оларға жан төзгісіз азап бар. Әрі оларға жер бетінде немесе бұл елде бүлік шығарып, бұзақылық жасап, елін шырқын бұзбаңдар делінген сайын олар біз бар болғаны қоғамды елді түзетіп жөнге келтірушіміз дейді. Біліп қойыңдар, анығында нағыз бүлікшілдер, жер жаһанды ландап жүрген бұзғыншылар солардың өзі, бірақ өздері соны сезбейді. Сондай-ақ оларға жан дүниесімен иман келтірген сайын, мына ел сияқты сендер де иман келтіріңдер делінсе, иман келтірген кедей кепшіктерді қор өздерін зор көріп, сонда мына ақмақтар иман келтіргенде иман келтіреміз бе дейді. Біліп қойыңдар, әсілінде олардың өздері нағыз ақмақтар, бірақ өздері соны білмейді. Өйткені олар ақиқат пен жалғанның, иман мен күпірліктің, ілім мен қараңғылықтың ара жігін ажырата алмайтын көкірегі соқыр надандар. Олар иман келтіргендермен жолықса, көз бояушылық жасап, біз де иман келтірдік дейді. Алайда шайтандармен, күпірліктегі көсемдермен онаша қалғанда, әсілі біз сендермен біргеміз. Біз бар болғаны иман келтірген сынып, оларды мазақ етіп жүрміз дейді. Алла тағала оларды бірден жазаламай, азғындаған үстіне азғындап, мәңгіріп жүре беруіне мұрсат беріп, өздерін тәлкек етуде. Міне, солар тура жолды таңдаудың орнына адасушылықты сатып алғандар. Бұл саудадан олар титтей де пайда көрмейді. Өйткені олар әу бастан табысты жолды таңдамаған еді. Олардың мысалы қараңғы түнде от жаққан кісіге ұқсайды. Жанған от айналасына енді ғана жарық түсіре бастағанда, Алла олардың жарығын сөндіріп, қайтадан көзге түртсе көргісіз тас түнектерде қалдырады. Олар ақиқатқа келгенде көрен мылқау һәм көрсоқыр. Сондықтан да олардың бұл жағдайдан құтылып хақ жолға кері қайтуы мүмкін емес. Немесе олар түнек қаптап, күн күркіреп найзағай ойнаған аспаннан құйған дауылды нәрсеге тап болған адамдарға ұқсайды.
Олар жай отынның үрейімен, өлімнен қорқып, саусақтарын құлақтарына тығып алады. Міне Алла тағала шексіз құдіретімен кәпірлерді осылай құрсаулап қыспаққа алушы. Жарқ-жұрқ еткен найзағай олардың көздерін көр ете жаздайды. Олар найзағай жарқ етіп, жарығын түсірген сайын жүреді де, жарық сөнгенде тоқтай қалады. Егер Алла қаласа, күннің күркіреуі мен найзағайдың жарқылдап одан сайын күшейтіп олардың құлағын керен, көзін көр етер еді. Шүбәсіз Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Міне, мүміндердің, кәпірлердің және екіжүзділердің жағдайы осындай. Уа адамдар, тақуалыққа жету үшін өздеріңді және өздерінен бұрынғыларды жоқтан жаратқан Раббыларына құлшылық етіңдер. Ол сендер үшін жерді төсеніш, көкті күмбез етті, көктен жаңбыр жаудыру арқылы сендерге ризық етіп жерден алуан түрлі өнім шығарды. Осының бәрін біле тұра, Аллаға өзгелерді тең көріп серік етіп қоспаңдар. Егер қолымызға түсірген Құранның ақиқатына шәк келтірсеңдер, кәне соған ұқсас бір ғана сүрені ойдан шығарып көріңдерші. Сондай-ақ, егер Мұхаммед оны өз ойынан шығарған деген сөздерін рас болса, онда сол бір ғана сүрені ойдан шығару үшін Алладан басқа өздерінің сенетін бүкіл медеткерлеріңді, шайырлар мен пұттарыңды жәрдемге шақырыңдар. Оны істей алмасаңдар, әсте істей алмайсыңдар. Ендеше, кәпірлер үшін әзірленген отыны адамдар мен тастардан тұратын тозақ отынан Аллаға, елшісіне және Құранға иман келтіру арқылы сақтаныңдар. Уа Мұхаммед, иман келтіріп, игілікті істер атқарғандарды сүйіншіле. Шүбәсіз олар үшін жайқалған жасыл бауларының арасы мен зәулім сарайларының түбіне өзендер ағатын жәннат бақшалары бар. Оларға ризық ретінде сол жердің жемісін ұсынылған сайын, бұл бізге бұған дейін де осы жәннатта яки дүниеде берілген ризық қой деседі. Негізі олардың дәл өзі емес, ұқсасы беріледі. Сырттай ұқсағанмен ләззаты өзгеше болады. Олар үшін жәннатта пәк жұбайлар бар. Олар сонда мәңгі бақи тұрақтап қалады.